құрметті қонақтар, оқушылар. Шәкірттердің қолдарына тұңғыш рет ұстап, бетін ашқан оқулығы әліппе. Барлық ғылымның атасы, болашағымыздың негізі, әліппе бітіру ертеңгілігіне қош келдіңіздер. Бүгінгі ертеңгілігімізді бастайық. Бір-бірлеп теріп алмасам, әт сәтте шағуяма, иккен данын ойласам. Білімдер соны қарағым, біртіндер сіңір ұғып, ал білім боларын шамшырағым жолында. Қош бұқытты әліпем, түссің, кестінсің, айы анам болыпсың, айыбымды кестінсің. Ашылар? Ашылай берді алдынан ел дүниеге есігі. Соғылған сонда алтыннан әліппе білім бесігі. Ойын дананын ана тілде аласың. Ана тілін ардақты, ақ сүтіндей ананың. Ана тілі ару бұл, ұяты боп тұр бетте, өзге тілді бәрі біл, өз тілі құр бетте. Ана тілім, дана тілім, бақытым, қазақ тілім болу менің парасым, тілім менің ұмытылмас тірлігім, кім біледі тіліміздің тақтарын. Жазу жазар болса кім, онда менде керекпін, кіргізімдерді бір тұлақ демекпін. Көріңіз. Биіктемес ауаса, бір-бір тіл тұр жараса, қызыққанды кіре алмай, сыртында жүр таласа. Сонда бұны кім олған, ішіне не салған, құлпын ашып көрейік, нелер бірін білейік. Тұқтық көруге бола ма, әлде бір отыра ма, әрине ешкім тұрмайды, тұрса үнсіз болмайды. Әне пенал келеді, мүмкін пенал кіреді. Пай-пай-пай, сүберде өдітпен жай портфелі бестегітте, болса болар теп қадар, ерте кідер ерізде, сақызырақ қарайын, ішіде күш салайын, қыздырады бұл жерде жайы біліп алайын. Өз сәттен аушықты ақылды, әлпен өзімен бір тұруы. Құрметті біздің оқушылар, барлықтарыңызды бүгін әліппемен қоштасу ертеңгілігі жақсы өтті, құттықтаймын. Бірінші кезеңді аяқтадыңыздар. Әліппемен қоштастық, 42 әріпті меңгеріп,
оқуға, жазуға үйрендіңдер, иә? Енді міне екінші кезең ана тілі басталып жатыр. Мен сіздерге тілейтінім, жолдарыңыз әрқашанда ашық болсын, білімдеріңіз терең болсын, білімді білікті болыңдар, мектептің атын, мұғалімнің атын шығарыңыздар, тәртіпті тәрбиелі болыңыздар, әрқашанда биік шыңдардан көріне беріңіздер. Балалардың білімі күшті болсын, денсаулығы әрқашан мықты болсын, білімдерін әрі қарай дамытатын, ерінбейтін еңбекқор мықты болсын дей отырып, ертеңгілігімізді